Сіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Менің үйім таудың етегінде». Бүгінгі сабақтың мақсаты: берілген суреттермен мәтін құраймыз. Сұраулы сөйлем құраймыз. Мәтіннен сын есімдерді табамыз. Енді сөздікпен жұмыс. Сөздерді менен кейін қайтала. Сөздік дәптерге жазып ал. Сөздерді жатта. Ерекше, бүлдірген, бұйратты, қыр, киелі, өнегелі, әлем, тынық. Енді келесі тапсырма. Берілген суреттер бойынша мәтін құра. Суреттерге мұқият қарайық. Айтылым тапсырмасы: WhatsApp желісіне аудиозапись арқылы мәтін құрастырып айт. Көлемі кемі 6-7 сөйлем болуы керек. Сурет бойынша мәтінді дұрыс құрасақ, кемінде 6-7 сөйлем болса, 3 ұпай аламыз. Келесі тапсырма. Мәтінді оқып, 5 сұраулы сөйлем құрастыр. Төменде мәтін берілген. Осы мәтінді мұқият оқиық. Мәтін бойынша 5 сұраулы сөйлем құрастырайық. Үлгі көрсетілген. Мәселен, ауылымыз қайда орналасқан? Әрі қарай өзің жалғастыр. Сұраулы сөйлем құрастырсақ, әр дұрыс сұраулы сөйлем 1 ұпай, яғни 5 дұрыс сұраулы сөйлем 5 ұпай болады. Келесі. Жазылым тапсырмасы. Мәтіннен сын есімдерді теріп жаз. Тағы да мәтін берілген. Осы мәтінді мұқият оқып шығайық. Және мәтіннен сын есімдерді теріп жазайық. Оқушылар, сын есімнің саны кемі 6 болу керек. Үлгі көрсетілген. Қызылмен боялған сөзді қара. Ғылыми. Әрі қарай жалғастыр. 6 сын есім теріп жазсақ, 2 ұпай болады. 5-4 сын есім теріп жазсақ, 1 ұпай болады. Оқушылар, алайда 3 немесе одан кем сын есім тапсақ, 0 ұпай аламыз. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақты бекітсек. Бүгінгі сабақта біз не істедік? Бүгін суретке қарап мәтін құрастырдық. Сұраулы сөйлем құрастырдық. Және мәтіннен сын есімдерді таптық. Сонымен оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.